Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 59-шы жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз. Ертіс үлкен өзен, оның бойына сәулетті қалалар салынған. Ертіс жағасының құнарлы топырағы мол өнім береді. Мәтіндегі сын есімдерді тап, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Үлкен өзен. Қандай өзен? Үлкен өзен. Үлкен сөзі бұл жерде өзен сөзімен байланысып тұр. Сәулетті қалалар. Қандай қалалар? Сәулетті қалалар. Қалалар сөзімен байланысып тұр. Құнарлы топырағы. Қандай топырағы? Құнарлы топырағы. Құнарлы сөзі топырағы сөзімен байланысып тұр. 60-шы жаттығу. Сызба бойынша бір зат есімге қатысты бірнеше сын есім тауып айт. Үлгі, жалпақ тақтай, қалың тақтай, тегіс тақтай. Дала сөзіне біз шөл дала, кең дала, жазық дала деген сөздер құрастыруға болады. Көл сөзіне тұнық көл, терең көл, тұщы көл деген секілді сөздер құрастыруға болады. 61-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешімін тап дейді. Түрі шар сияқты, түсі қып-қызыл, дәмі бал сияқты. Бұның жауабы шие. Сын есімді тап. Түсі қып-қызыл. Түсі қандай? Қып-қызыл. 62-ші жаттығу. Шиені сипаттап, мәтін құрастырып жаз. Шие өте пайдалы жеміс. Оның түсі қып-қызыл болады. Дәмі тәтті әрі сәл қышқыл болады. Түрі домалақ, кішкентай. Шиеде дәрумендер көп, сондықтан ол адам денсаулығына пайдалы. Осы секілді мәтін құрастыруға болады. 63-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз, мағынасын түсіндір. Мәуелі ағашқа тас атпа. Қандай ағашқа? Мәуелі ағашқа. Берекелі елден мереке кетпес. Қандай елден? Берекелі елден. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Кездескенше сау болыңдар.